Құрметті әріптес, егер сіз жасанды интеллекті көмегімен оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырамын десеңіз, LessonUp онлайн оқыту платформасын қолдануға шақырамын. Бұл платформаның көмегі өте мол. Слайд, бейнебаян, суреттер, презентациялар, сілтеме арқылы көру, тест сұрақтарын дайындау, ашық сұрақтар терезесін дайындауға болады. Бірінші слайдта жасанды интеллект көмегімен әзірленген бейнебаян. Ашық сабақ жоспары дайын. Рахмет саған, жасанды интеллект. Екінші слайдта Алаштың ардақты ұлдары Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы бейнеленген. Жақантай, 150 жылдықта осындай музей болу керек. Сен азаттық үшін алысқан нағыз арыстансың. Үшінші слайдта оқу ағарту министрлігі әзірлеген онлайн сабақтар жүйесі. Назарларыңызды мына суреттерге аударыңыздаршы. Қалай ойлайсыздар? Бүгін Бұл сабақтардың көмегімен оқушылар білімдерін толықтыра алады. Төртінші слайд қырғыз халқының ұлы жазушысы Шыңғыс Айтматұлы мен оның шығармаларына арналған. Жауап беріңіздер. Бірінші, мен жазған повест қалай аталады? Бір сағаттан кейін жоқ боламын дейді. Майсалбек Толғанай неге жер анаға сырын айтады? Менің әкем Құнанбай білімді адамды бағалаған. Сол себепті мені 10 жасымда оқуға беріпті. Мен Ахмет Риза медресесінде 3 жыл мұсылманша оқыдым. Содан кейін орыс. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл бейнебаяндар жасанды интеллект көмегімен жасалынған. Бұл бейнебаяндар оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, білімін жетілдіруге көмектеседі. Ары қарай слайдтарды мынадай компоненттермен толықтырамыз. Мәтін, видео, сурет, таблица, аудио, формула, спиннер, таймер орнатамыз. Мысалы, мына жерге таймер орнатып көрейік. 1 минуттық таймер. LessonUp туралы қысқаша мәлімет берілген. Келесі слайд WordWall қосымшасы арқылы дайындалған тапсырмалар. Мысалы, оқушылар мәтін бойынша білімдерін сақтайды. Алтын қоры не осылай жауап береді. Келесі слайдта қосымшаны пайдаланып оқушылар тест сұрақтарын құрастырады. 5 сұрақтан тұратын тест сұрақтарын дайындап, оқушылар сілтемесін осы платформа орналастырған. Онда мынадай сұрақтар. Шыңғыс Айтматов қай жылы туған? Дұрыс дейді. Не дұрыс жауабы көрінеді. Егер қате болса, қате деп шығады. Ары қарай кері байланыстар. Мысалы, өте жақсы тағы оқуым керек. Оқушылар бір ұяшықты таңдап жауабын жібереді, сонда сыныптың белсенділігі анықталады. Одан кейін мынадай сұрақтар. 2 секундта балалар нақты жауапты табу керек. Ашық сұрақтар. Оқушылар мұғалім берген сұрақтарына жауаптарын жазады. Осы жауаптар мына жерден көрініп тұрады. Келесі слайдта мұғалімнің берген сұрағына оқушылар өздері жауап жазады. Мына жерге сурет қоюға болады. Міне осындай мүмкіндіктері бар. Егер қаласаңыздар, сіздерге өз қалауларыңыз бойынша осындай сабақ құрастырып береміз. Хабарласыңыздар.